Жақ Дулатұлы «Бақытсыз Жамал» романы 3 бөлім. Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, ата-анасы қолдан келгенше әлпештеп өсіріп, жасы 9-ға жетті. Жамалды еркек балаша киіндіріп жүрген соң, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді. Қыз деп айтқан адамдарға ашуланып та қалған күндері болды. Бір күн Сәрсенбайдың үйіне ескі жолмен оқыған, дүниеде білмеген нәрселерім жоқ деп дұға қылушы бір шаланадан молда келіп қонды. Молда тысқа шықпақшы болғанда, Сәрсенбай: «Жамалжан, тұр, молданың кебісін сал, құманы алып шық» деп жұмсағаннан кейін, молда тыстан келіп отырып: «Бай, осы сіздің мырзаңыздың есімі қалай? Қыздың атын қойғансыз ба?» деді. Жамалды ер бала деп отыр екен. Сәрсенбай азырақ тоқтап тұрды да, күлімсіреп: «Тақсыр, мұның мәнісі бар. Біз бастан кем-кесі, айымызда, күнімізде осы Жамал болған соң, өзіміз алдап жүрміз» деді. Молда бұл сөзге түсініп, біраз ойланып отырды да: «Сәрсеке, көңілге солай екені дұрыста ғой. Ләкейінде шариғатта қыз балаға тұлым қою дұрыс емес. Және де бай қызға 9 жаста балиқ болады. Соның үшін намаз үйретіп, оқытып, шашында қойыңыз. Сіздің мұныңыз Алла тағаланың бұйрығына көнбеген секілді болады. Олай болғанда зор күнә табасыз. Бірақ оқытқанда хат жазып кетерліктей де оқытпаңыз. Хұсуса, жәдид, молдалардан оқытпаңыз. Не үшін десеңіз, олар әуелі дін, иман білгізіп, намаз оқытпай, иман шарт, бәддуәм, әттек, әжіктерді бұлай қойып, орыстарша А, Б, Т деп орыстың ісін қуаттап, балаңды бұзады» деді. Сәрсенбай өзі надан, молданың өкшесі қисық деген кісі де күнәлі болады деп жүрген кісілердің бірі болғандықтан, тек молда есімін көтерген кісі болып, біліп, білмей айтса да мынау шариғат деген сөзге көз жұмып нанушы еді. Сол себепті Алла тағаланың әмірі ғой. Бұл молданың шариғаты да дұрыс екен деп, Жамалды қызша киіндіріп, шашын жіберіп, оқытуға да разы болды. Анасы өзі азырақ та болса да оқып, ғылым қадірін білген соң, бұл сөзге қарсы тұрмады. Сәрсенбайдың үлкен қатыны Жамалды жан тәнімен жақсы көргенсіп, тоқалдан туған қызды іші жек көріп тұрса да: «Ойбай, молдеке, ол не дегеніңіз? Жамал қарағым тым болмаса 15-ке келсін, сонда шаш қоярмыз» деп өршеленген болды. Мұнан кейін кешікпей қызша киіндіріп, шашын өсіріп, бұрынғыда ер бала деп көңілдерін жұбатқанды қойды. Манағы молданың насихаты есінде жүріп, бір күні Сәрсенбай қатындарымен ақылдасты. Ахметжанның молдасынан оқытуға 2 шақырым жерге Жамал барып келіп жүре алмайды. Онан да бір жастау молда жалдап алса қайтеді? Жамалдың себебімен ауылдың балалары да оқыр, өзіміз малдың зекетін берерміз, ақысын ауылмен бірдей көрерміз деді. Бұған қатындары да һәм солай деп айтқан соң, ауылы да разы болды. 1-2 айдан соң жазғытұрым уақыт өтеді. Бір күні ауылға бір шәкірт келіпті, молдалыққа тұрады екен. Дегенді есіп, Сәрсенбай соған сөйлесуге келді. Уфа медреселерінің бірінен оқыған шәкірт екен. Қазақ ішінде қымыз ішіп, күзгі тәхсілге қаражат жинап алу үшін мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт. Жасы 22-лерде, ашық пікірлі, ұсыл тағылымнан жақсы ғана хабар бар еді. 2 жылдай қазақ ішіне шығып, қазақтың сырын білмегендіктен және де Сәрсенбайдың пікірін аңғарып, сөйлескен уақытында шіп-шикі ескі жолмен оқыған хадимі етіп көрсетті. Себебі, ол аз уақытта бұларды түзей алмаспын. Онан да бұларға ғилаф келмей, үйтіп-бүйтіп қаражат жинап алайын деп ойлады. Сәрсенбай шәкіртке айтты: «Өзіміз бір ауылды 7-8 үйміз. 5 айға 25 сом ақша береміз. Сөзді ашып айтқан жақсы. Мен өз басым малымның кірін беремін, басқалар өзі біледі. Ал кемпір, мемпір құлап қалса, өз талайыңнан» деп күлді. Сол үйде осы ауылдың өз молдасы да отыр еді. Соған қалжыңдап анау жерде отырған бір жігіт сөйледі: «Біздің Қасен молдада қаны қақпан болса, бұл молдада теріс болмас. Біздің молда Торқа бәйбіше мен Жаппардың баласы өлгеннен бері дүндеп, күнде